Барлығымызға ұнайтын кез келген тағаммен үйлесе кететін осындай өте витаминге бай көктем салатын жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен бізге таза піскен, жаңа піскен орам жапырағы қажет болады. Оны 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын біркелкі етіп тураңыздар. Сол кезде салаттарыңыз дәмі ғана емес, түрі де өте әдемі, дастарханға көрік беретін салат болады, қыздар. Осылай барлығын 4 бұрышты етіп турап алғаннан кейін үстіне сәбізді ұзынша етіп, бұны да барлығын біркелкі етуге тырысыңыздар. Теркадан өткізіп аласыздар. Үстіне тұз қосып мұжғылаймыз. Негізі барлығы қыртылдап свежий болып тұрған қаласаңыздар, китайский соль пайдалансаңыздар болады. Менде қарапайым тұзбен жасадым. Енді үстіне редисканы осылай теркадан өткізетін боламыз. Немесе қаласаңыздар ұзынша етіп қолдан турап шықсаңыздар да болады. Ал үстіне кез келген қалаған зелендеріңізді қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде көк пияз бен укроп, негізі кинза қосуға да болады. Негізі зелень қаншалықты көп болады, соншалықты салаттың түрі әдемі болып шығады және дәмі де, қыздар. Енді барлығын турап алғаннан кейін біз чеснок өткізгіштен өткізіп аламыз, немесе майдалап турасаңыздар болады. Оны өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Енді пиязды турайтын боламыз. Пиязды біз ұсақтап 4 бұрыштеп тураймыз. Барынша ұсақтап турауға тырысыңыздар, өйткені біз бұны қуырып барып қосуымыз керек. Сол кезде пияз таза пісуі қажет. Барынша майда етіп турап алып, қызып тұрған майда 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Кішкене тұз қосып жіберіп, сонда дәмі әдемі болып шығады. Осы қызып тұрған маймен қосып, жаңа чесноктың үстіне құямыз. Сонда чесноктың да кішкене пісіңкіреп, дәмі өте әдемі, иісі де әдемі болып шығады, қыздар. Енді үстінен чимчим приправасын қосамыз. Бұл кез келген дүкендерде сатылады, қыздар. Менде сәбізге арналғаны немесе огурцыға арналғанда болады. Соны пайдалансаңыздар да өте керемет болады. Салатымызды қолмен жақсылап араластырып, осына үстіне қалың зат қойып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Міне, қыздар, өте керемет салатымыз дайын. Міндетті түрде арнаға жазылып, колокольчикті басып алыңыздар. Рахмет.